Әзербайжан мен Грузиядан әкелінген көліктер ұсталуда. Ел бойынша әзірге 125 көлік ұсталды. Олар кедендік рәсімдеуден өтпеген, тиісті алым салықтары төленбеген болып шыққан. Негізінен Грузия мен Әзербайжан азаматтары біздің елге көлікті кіргізіп, ешқандай рәсімдеусіз жергілікті тұрғындарға сатып жібереді екен. Темір тұлпарлар уақытша сақтау қоймаларында. Оларды қайтарып алу үшін көліктерді иелері толықтай кедендік рәсімдеуден өткізуі тиіс. Заң бойынша көліктерді қалай кіргізуге болады? Мұндай көліктердің Қазақстан аумағында 1 жыл ғана жүруіне рұқсат. Уақытша әкелу мерзімі аяқталғаннан кейін автокөліктер ЕАЭО аумағынан шығып кетуі қажет. Не болмаса, кедендік тазартудан өткізіп, алым салықтары төленуі тиіс. Мемлекеттік кірістер департаменті полициямен бірлесе отырып, мұндай автокөліктерді анықтауды жалғастырып жатыр. Ақпараттың толық нұсқасы сайтта, Экспресс-каны оқи жүріңіздер.